Ассаламағалейкум құрметті отандастар. Бүгін біз тарихымызды еске түсіріп, оның ұмыт болған тұстарын қайта жаңғыртуды бастаймыз. Жамиғат Тауарих, тарихтар жинағы кітабы, 2-ші том, 1300-1316 жылдар аралығында жазылған. Парсы тілінен тікелей қазақшаға аударған аудармашы Оразбай Зәріпбай Жұманұлы, 2018 жыл. Шыңғысхан отырарды шын мәнінде келіп жаулап алып, халқын қырып, отырарды қиратты деген ақпарат рас па немесе жоқ па деген сауалға біз осы Жамиғат Тауарих кітабын оқу арқылы біле аламыз. Шын мәнінде Шыңғысхан отырарды жаулап емес, оны Мұхаммед Хорезм-Шахтан азат еткені белгілі болды. Мұны біз Жамиғат Тауарих кітабынан біле аламыз. Жамиғат Тауарих кітабының 488 беті. Әлемді жеңіп алушы патша Шыңғысханның сұлтан Мұхаммед Хорезм-Шахтың иеліктеріне қарай беттеуі. 615 хижри жылының Зұл-Қағдасына сай келетін, алайда оның айларының үлкен бөлігі 616 жылына сәйкес келетін қоян жылы келіп жеткенде, күшлік фитнасының бүлігінің шаңы саябырсып, жолдар дұшпан мен қарсыластардан тазарған кезде, Шыңғысхан балалары мен түмен, мыңдық, жүздік әмірлерін тағайындап, оларды бөліп тәртіптеді. Сосын мәжіліс жасап, құрылтай өткізді. Қайтадан олардың ортасында реттеуші тәртіптер мен заңдарды орнатты да, Хорезм-Шахтың еліне жорыққа шықты. Ол Ұлу жылының жазында Ертіс өзенінің бойындағы жолда келе жатып, Сұлтан Мұхаммедке өзінің оған қарсы жорыққа шыққандығы жайлы және сұлтанның бұрын оған қарсы жасағандары, соның ішінде бұл жайлы жоғарыда баяндалғандай, саудагерлердің өлтірілуі мен өзгелер үшін оған кек қайтаруын айтып елшілер жіберді. Ал күзде ол ары қарай жол жүріп, жолына кездескен өңірлерді қолға алды. Ол қаялық аумағына жеткенде, ол жердегі әмірлер басшысы Арыслан хан Шыңғыс ханның алдына бас ұрып, мойын сұнды. Содан тағайындау алып, Мұғол әскерінің қатарында көмек ретінде олармен бірге кетті. Бесбалықтан ұйғырлардың Жетіқұт өз қарсыластарымен, тағы да Алмалықтан Сунақбек өзінің әскерімен Шыңғыс ханның қызметіне келді. Шыңғыс ханның Отырар қаласына келуі және оның Мұғол әскерінің қолымен азат етілуі жайлы хикая. Аталған Ұлу жылының күзінің соңында Шыңғыс хан саны көп әскермен Отырар қаласына жетіп келді де, оның патшалық киіз үйін қамалдың қарама қарсысына тікті. Алдында айтылғандай, Сұлтан Қайырханға үлкен әскер берген және оған көмекке өзінің жеке хабибі Қарашаны 10 мың атты әскермен бірге жіберген еді. Сөйтіп Қайырхан қамалды және қамалының қорғандарын мүмкіндігі барынша жақсылап бекітіп, онда түрлі әскери құралдарды жинады. Шыңғысхан Шағатай мен Үгетайға бірнеше түмен әскермен қаланы алуға бұйырды. Жошыны бірнеше жасақтарымен Жент пен Баршынкентке жіберуге дайындады. Ал басқа бір әмірлер тобына Хожент пен Банакент бағытына жіберуді қалады. Осылай ол жан-жаққа жорыққа баратын әскер дайындап, өзі Төле хан мен Бұхараға аттанды. Бұхара қандай жолмен азат етілгендігі жайлы өз орнында баяндалатын болады. Ол Отырарда 5 ай бойы екі жақтан шайқас берді. Соңында Отырар халқының жағдайы шарасыз халге жетті. Сөйтіп Қараша мұғылдарға бағынуға және қаланы тапсыруға келісім берді. Ал Қайырхан болса, ол бүліктің аубастағы тудырушысы оның өзі Қайырхан екенін білгендіктен, ондай ойды сірә қиялына келтіре алмайтын. Ол барша күшімен ынта жігерін бұған жол бермеуге салды. Содан мен маған жақсылық істеген адамға, яғни Хорезм-Шахқа опасыздық жасамаймын деген сылтаумен бейбітшілік келісімін жасауға келіспеді. Осы себепті Қараша оны артық мазаламай, түнде өз әскерімен бірге қала қорғаны сыртына шығып кетті. Мұғол әскері оны тұтқынға түсіріп, ханзадалардың алдына алып барды. Олар саған сонша нығметтер беріп жақсылық жасаған, өзіңнің мырзаңа опа жасамадың, адалдық танытпадың, сондықтан біз де сенен ортақтықты күтпейміз, десті. Оны барлық нөкерлерімен бірге қосып өлтірді. Сосын қаланы алып,
Сосын қаланы алып, қаладан барлық адамдарды айдап шықты және барлық нәрселерді тәркіледі. Ал Қайырхан 20 000 әскерімен қала ортасындағы бекініске көтеріліп кетті. Сөйтіп олар әр кезек 50-50 адамнан соғысуға шыға берді. Шыққаны шыққандай соғысып өлтіріле берді. Содан бұл соғыс 1 ай бойы жалғасты. Олардың көпшілігі өлтірілді. Соңында Қайырхан 2 адаммен тірі қалды. Ол әлі тойтарыс беріп шайқасуда еді. Моғол әскерлері оны сарай ішінде қоршап алды. Ол бір шатырға шығып алып, еш берілмеді. Нөкерлердің 2-і де өлтірілді. Ал оның қолында қаруы қалмады. Сонда ол кірпіштерді лақтырып, бұрынғыдай шайқасты. Моғолдар ақырындап оны жан-жағынан қоршап алды. Сөйтіп оны қорғанның үстінен төменге тартып түсірді. Халық пен қолөнершілердің қылыштан аман қалғандарының кейбірін Бұхара, Самарқан мен сол аймақтардың қашарына алып кетті.